Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін ана тілі пәнінен екінші сағатымызды өтетін боламыз. Бүгінгі сабақтың тақырыбы сөйлеу не үшін керек? Осы сауалға жауап берейік. Сөйлеу адамдарға өз ойларын білдіру үшін, қарым-қатынас жасау үшін, өз көңіл күйін білдіру үшін қажет екен. Бірінші жаттығу. Әдібай Табылды атамыздың ана тілі өлеңімен танысайық. Алдымен Әдібай Табылды 1926 жылы 2 қаңтарда Жамбыл облысы Тұрар Рысқұлов ауданы Жаңатұрмыс ауылында дүниеге келген. 1959 жылы жарық көрген Бөбекке сөз кітабынан бастап 2001 жылғы Қайырлы таң балалар атты таңдамалы жинағына дейін балаларға арналған 31 кітап шығарған. Үлкендерге арналған Ана жүрек, Жырлайды жүрек, Қой бағу оңай ма, Мен кіммін білесің бе, Жыр өңірі кітаптары жарық көрді. Алыптардың алыбы, Бәрекелді, Кірпі, Ғажайып бақ, Тентек балапан тағы басқа туындылары жарық көрді. 2001 жылы Ыбырай Алтынсарин атындағы сыйлықтың иегері болды. Қазақ КСР және КСР оқу ісінің озаты, бірнеше медалдар мен құрмет грамоталарының иегері атанды. 2021 жылы 9 шілдеде дүниеден өтті. Ана тілі. Ақыл ойы дананың ана тілден аламын. Ана тілім ардақты, ақ сүтіндей анамның. Өсірген ой білімді, сүйем туған тілімді. Мақсат етем әр сөздің мәнін терең білуді. Дана, ақылды, данышпан деген мағынаны білдіреді. Өлең не туралы айтылған? Ана тілім ардақты дегенді қалай түсінесің? Өлең ана тілі жайлы айтылған. Ана тілі дегеніміз біз үшін құрметті, ардақты, өйткені біз ана тіліміз арқылы сөйлей аламыз, бір-бірімізге ойымызды жеткізе аламыз. Ана тілі адам болып жаралғаннан бері жан дүниенің айнасы, өсіп, өніп, түрлене беретін, мәңгі құламайтын бәйтерек. Кішкентайымнан білімді кеңіткен туған тілім болғандықтан, оны қатты жақсы көремін. Әр сөзді терең түсінуді мақсат етемін. Бұл өлеңнің мағынасын сіздерге түсіндіріп беріп отырмын, балалар. Екінші жаттығу. Балалардың қолындағы әріптерден қандай сөз құрастыруға болатынын айт. Бұл жерде ана тілі деген сөз шығады. Өз ана тілің туралы әңгімеле. Біздің туған тіліміз ана тіліміз, қазақ тілі. Біз ана тілімізде сөйлейміз, оқимыз, тыңдаймыз, жазамыз, білім аламыз. Ана тілі халқымыздың рухани байлығы, баға жетпес асыл мұрасы. Оның қасиеті туралы қанша айтсақ та таусылмайды. Азаматтың жолындағы барлық асыл затты тозады, жоғалады. Ал тіл тозбайтын ең қымбаттымыз. Ана тіл бізге анамыздың ақ сүтімен дарыған. Барлық адам түрлі тілді білсе де өз тілін құрметтеуі, қастерлеуі керек. Біз осындай тілімізбен мақтанамыз. Үшінші жаттығу. Мақалды көшіріп жаз. Тілге құрмет, елге құрмет. Яғни осы мақалды дәптерлеріңізге әдемілеп көшіріп жазасыздар. Енді осы мақалдың мағынасын ашып көрейік. Тілге құрмет, халыққа деген құрмет. Демек, әрбір қазақстандық мемлекеттік тілді құрмет тұтып білуі тиіс. Тіл мәртебесі ел мерейі. Тілсіз халықтың, елдің өмір сүруі мүмкін емес. Әлем таныған ел болу үшін ана тіліміздің жұлдызын биіктетуіміз керек. Туған тіліміздің абыройын асқақтату әрбір азаматтың парызы. Төртінші жаттығу. Суреттерді ретімен қойып әңгімеле. Бұл жерде сурет бойынша сөйлем құрап шығайық. Айбол кітапханаға келді. Ол өзіне ұнайтын кітапты сөреден алды. Айбол кітапты кітапханашыға жазғызып алды. Балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Балалар, каналға тіркеліп, достарыңызға таратуды ұмытпаңыздар. Сау болыңдар, балалар.